Құдай туралы айтты, мені жиындарына шақырды, мені бәрі қуана қарсы алды, өздері сондай ізетті, ақ жарқын және қашан болмасын көмек қолын созуға дайын тұрады. Мені баурағанында осы болар. Оның үстіне мен үміт іздеген едім. Маған ғажайып керек еді, себебі денсаулығым нашарлай түскен тұғын. Олар мені құтқаруға уәде берді. Мен болсам олардың кітаптарын оқи бастадым. Анашым, айналайын анашым, қаншама рет сөзге келген едік. Мен оны өзіммен бірге кездесуге баруға көндірмек болдым. Оны дінімізге тарту үшін қалай сөйлесу керектігіне дейін үйреттім. Анамның келіспейтіні анық болған кезде олар мені анамның қанына ібіліс сіңіп, бойына тараған деп сендірді. Мен анамды ібіліс жайлап алғанына имандай сеніп, онымен көрісуден қалдым. Арамызда сенімсіздік пайда болды. Олар мені барлық туған туыстарымнан қол үзуге итермеледі. Ібіліс олар арқылы мені діннен шығармақ екен. Біраздан соң мен уағыздауды бастадым. Уағыз көп болғандықтан сүйікті жұмысымды тастауға тура келді. Материалдық қиыншылықтарды көп күттірмеді. Олар маған материалдық байлық жинауға болмайды деді. Бәрібір оның бәрі уақытша, жалған дүние. Ал ақыр заман таяп қалды. Мен қарызға баттым, өмірім тозаққа айналды. Бірақ сабырымды сарқыған соңғы тамшы олардың өлім аузында жатқан балаға жедел жәрдем шақырмауы болды. Мен ата-анасының көзіндегі шексіз мұң қайғыны көрдім. Бірақ олардың рухани тәлімгерге қарсы келуге дәті жетпеді. Бұлай жалғасу мүмкін еместігін түсініп, олармен ат құйрығын кесістім. Барлық жақындарым, ата-анам, туыстарым, достарым, әріптестерім менен сырт айналды. Мен оларға көп қайғы әкелдім. Олар мені уақыт өте келе кешер деп үміттенем. Бұдан әрі төзе алар емеспін. Бұлай өмір сүре алмаймын. Алло, доченька, хорошая моя, любимая. Айналайын, қызым, қалың қалай? Сені қатты сағындым. Өтінемін, тіл қатшы. Анашым, сен де мені кешірші мені. Сені сондай көргім келеді.